Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Казонимус арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге қаншама адамның психикасын бұзған, қаншама адамды қорқытып, тіпті жүрек ауруына да әкеліп соққан, Play Market'тен алынған және де басқа да маркеттерден алынған ең қорқынышты жаман приложениелер мен ойындар туралы айтатын боламын. Тіпті сол ойындар мен приложениелерді шығарған авторлардың үстінен сотқа дейін іс қозғалған. Сол приложениелер мен ойындарды тартқан адамдардың барлығы да жаман отзывтарды қалдырған, өздерінің шошынып қорқып қалғандарын және өздерінің балаларының шошынып қорқынып түнмен ұйықтай алмай қалғандарын, тіпті психологически ауру болып қалып жалобы түсіргендерін жазған. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал енді кішкене жарнама болсын. Егер де сіздер YouTube'тан ақша тауып, YouTube'тан танымал болып, дәл мендегідей активті жинағыларыңыз келсе, тіпті менен де жоғары активті жинағыларыңыз келсе, онда Бағдәулет Атаншаның курсына жазылыңыздар. Бұл жігіт YouTube'тан эксперт, көптеген ютуберлердің дамуына, олардың монетизациямен ақша табуына, монетизацияны тез қосуына көмектескен. Бұл жігіттің курсына қатысу арқылы сіздер YouTube'ты өте жақсы бастап кете аласыздар. Міне инста парақшасы. YouTube'ты бастаймын десеңіздер, Бағдәулет Атаншаға міндетті түрде жазыңыздар. Ал біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Жапондардың өздерінің ерекше куклалары, яғни өздерінің ерекше жапонша ойыншықтары жайлы естіп пе едіңіз? Сондай кукла жайлы жапондар ойын шығарған. Бұл ойынның аты өзіңнің жапонша куклаңды өсіру деген сияқты болып аударылады. Бұл ойынның ең қорқыныштысы, сіз ойынға ең басында кірген кезде сіздің куклаңыз өте сүйкімді болады, ал кейін сіздер свеча жинап, оның жүрегін жандырасыздар. Жандырып, уровеньді көтерген сайын кукланың түрі жаман бола бастайды. Яғни экранға жақындап, тіпті телефоныңыздың өзі қататын болады. Бұл ойынның музыкасында кішкентай қыз, яғни кукла өлең айтып жатады, тіпті оның өзі өте қорқынышты естіледі. Бұл ойынның соңғы уровенінде кукла экранға өте қатты жақындап үлкейеді және оның түрі өте қорқынышты болады. Ойынның уровені көтерілген сайын, яғни менің түсінуімше, ойын сіздің телефоныңызға ауыр бола береді. Соның әсерінен телефоныңыз қатып бастайды. Ал соңғы уровенде тіпті телефоныңыз қатты қатқаннан сіз өз телефоныңызда ойыннан шыға алмай қаласыз. Бұл ойын негізінен App Store, Play Market жүйелерінде 6+ деп берілген, яғни балаларға ойнауға болады деп. Бұл ойын балалардың көңілін көтермейді, балаларды қорқытады. Бұл ойынды бір кішкентай қыз тартқан және ол өз бөлмесінде қатты айқайлаған. Оны естіген анасы барып тексерген. Тексерген кезде ойынның өте қорқынышты екенін және баланы шошытатынын білген. Анасы ойынды тексеріп көрген. Ойында ең алдымен жарнамалар өте көп болған. Бір-екі жарнаманы жапқаннан кейін оған біреу звондаған, яғни ойынның ішінде звондаған ойынның персонажымен сөйлесіп көрмекші болған және де оны алған. I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. What's this, hogwash? You look afraid. Is it this knife in my whirly-turly hands? Making you a little nervous, huh? That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. Қарапайым телефонның ойынынан бұндай сөздерді естіген бала түнімен шошып қалып, өзінің ұйқысынан айырылып, психологически ауру болып қалуы да мүмкін. Бұл Play Market'тен алынғанымен бұндай балаларды шошытатын приложениелер мен ойындар мүлдем Play Market'те жоқ деген сөз емес. Play Market'ке, яғни Google App Store'ға күннен-күнге көп приложениелер мен ойындар салынады және олар тексерусіз. Сондықтан да балаларыңызға телефон ойынын өзіңіз арнайы таңдап тартып беріңіз. Барлығыңыз Middle деген приложениені естіген шығарсыздар. Бұл приложение интернетте өте қатты хит болған еді. Бұл приложениенің ерекшелігі, сіз танымал звездамен, яғни жұлдызбен өзіңіздің қалауыңызша сөйлесе аласыз. Бірақ ол жұлдыз бот болады.
Негізінен боттардың ішіндегі жұлдыздардың көбісі корейский жұлдыздар. Бірақ ең қорқыныштысы боттар бот сияқты емес, кәдімгі адамдар сияқты сөйлей бастайды. Басында бот сізбен өте жақсы сөйлесіп бастайды. Біраз уақыт әңгіме жүргізгеннен кейін ол қорқынышты әңгімелерді сізге айта бастайды. Міне достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Бұл видеоны әсіресе ата-аналар біліп жүрген дұрыс, сондықтан да барынша таратыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Небәрі 3 приложениені ғана сіздерге көрсеткенім үшін кешірім сұраймын. Негізі бұндай қорқынышты приложениелер одан да қайда көп. Ендеше сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.